Қарақат. Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Жоқ, бармын. Сіздің ойынша психолог ол кім? Қандай адам? Психологически көмектесетін шығар енді, білмеймін. Вот дәл қазіргі моментте өміріңізде қандай запрос бар, қандай түсініксіз моменттер бар психологқа қоятын? Білмеймін даже. Все идеально, да? Нормально. Нормально ол қалай? Жақсы. Жақсы ол қалай? Жақсы, ешқандай проблема жоқ. Білмеймін енді. Әртүрлі ғой. Психологтарға обычно адам жағдайына байланысты обращаться етеді ғой, психологически болған кезде деп ойлаймын. Вот дәл қазіргі моментте сізден сұрап тұрмын да, қандай запрос бар сізде? Нені мазалап жүр? Қарым-қатынас, ақша болсын, любой проблема. Қарым-қатынас, наверное. Енді қандай сұрақ? Қандай сұрақ деген білмеймін даже. Рахмет. Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Жоқ. Неге? Білмеймін, ондай жағдай болмады баратын. Ал психологқа барсаңыз қандай сұрақ қояды енді? Сізді не мазалап жүр? Ондай сұрақ жоқ. Ештеңе мазалап жүрген жоқ. Сізден ешқандай запрос жоқ па? Сіздің ойынша психолог ол кім? Қандай көмек береді? Білмедім даже. Барып көрмегеннен енді білмеймін. Осы биылғы арманыңыз қандай? Қандай мақсатқа жеткіңіз келеді? Колледжді бітіру. Дальше? Дальше работа, универ. Қандай жұмыс? По специальности, наверное. Получается, болашаққа деген представление мүлдем жоқ. Пока что жоқ. Жасыңыз нешеде? 18-де. 18-де ешқандай мақсат пока жоқ, пока оқу бітіріп и... Пока что оқуды бітіріп алу керек. Ең басты мақсат сол оқуды бітіру. Ал онда күш-жігеріңіз қайда жұмсайсыз, егер монотонно оқуды бітірген күтіп жүрсеңіз, ожиданияда жүрсіз қазір? Білмеймін. Понятно, рахмет. Бірнеше сұрағым бар еді. Атыңыз кім? Ернар. Масканы шешпей естілмей тұр. Қаттырақ сөйлеңізші, атыңыз кім? Ернар. Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Жоқ. Сіздің ойынша психолог ол қандай адам? Психолог адам. Егер психологқа баратын болсаңыз, дәл қазір сізді мазалап жүрген қандай запрос бар, қандай сұрағыңыз бар өміріңізге қазір? Ешқандай сұрағым жоқ. Сол себепті барған жоқпын. Все идеально. Прям ақшамен де, қарым-қатынаспен де ешқандай проблема жоқ. Жақсы, рахмет. Бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Атыңыз кім? Берік. Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Түрім психологқа ұқсайды ма? Жоқ. Кешіріңіз. Сізге бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Болады. Атыңыз кім? Айкен. Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Барып көрдім. Сіздің ойынша психолог ол қандай адам? Можно на русском отвечу, да? Нет, у нас казахский контент. Я не могу, я на русском разговариваю чисто. Хорошо, давайте один последний вопрос. Хорошо. Сізді қазір қандай сұрақ мазалап жүр? Психологпен кездессеңіз, не сұрайтын едіңіз? Маған қазір не істеу керек? Не істеу керек? Для моего будущего. Болашаққа не істеу? Болашақ, иә. Значит, болашаққа деген қорқыныш бар да? Не болады, қалай болады, қайда барам деген. Рахмет. Сен бола ма? Жоқ, мен осы Сіз психологқа барып көргенсіз ба? Мен психологқа бармаған. Сіздің ойынша психолог ол қандай адам? Ол менің ойымша адамдар жынды қалады. Психиатр жындармен жұмыс істейді, ал психолог есі дұрыс адамдармен жұмыс жасайды. Дәл қазіргі. Мысалы, сіз психологпен кездесетін болсаңыз, дәл қазіргі моментте сізді не мазалап жүр, өміріңізде қандай проблема бар, сонымен жұмыс жасайды. Дәл қазір сізде мазалап жүрген қандай запрос бар өміріңізде? Отношения болсын, ақша жағы болсын, любой. Енді дәл қазір ондай мазалап жүрген сұрақтар жоқ негізі. Барлығы жақсы деп айтуға болады. Сұрақ қойсам бола ма, бірнеше сұрақ? Қойсам бола ма? Аттарыңыз кім? Бағдәулет. Аружан. Жалғас.
Абдулазиз. Сіз психологқа барып көргенсіздер ма? Мектептен өздері сұхбат алған. Мен барған жоқпын. Иә, мектептегі. Ма? Сіздің ойынша психолог ол қандай адам? Психолог па? Ой өрісі жақсы дамыған адам. Мен үшін стресске қатты келіп қалған адамдарды кішкене ол стресстен алып шығатын адам деп ойлаймын. Адамның мінезін түсетін сондай адамда мінезін түсетін ішкі жан дүниесін әр адам түсіне білетін және көмектесе алатын. Дәл қазіргі моментте өміріңізде қандай запрос бар? Психологқа қоятын қандай сұрағыңыз бар? Кімге қоятын? Психологқа. Психологқа ешқандай сұрағым жоқ. Все идеально. Нормально. А нормально ол қалай? Қалай болғанда? Кәдімгі өзіме ұнап жатыр барлығы. Өзім ойлағанымдай. Значит, зона комфорта сіз үшін нормально. Көбінесе психологтар бәрі шеше береді деп айта алмаймын, потому что Жоқ, бұл жерде сұрақ дәл қазір сізге. Да. Не мазалап тұр, қандай сұрақ қоятын едіңіз? ешқандай сұрақ мазаламайды мені. Все нормально, идеально. Ата-анамен, ақшам. Негізі өз-өзіңе психолог болу өте қиын. Можно попасть в тупик. Уже страхты өз-өзімді жеңемін всегда. Ешқандай бәрі жақсы. Жақсы ол қалай? Қазір өмір сүріп жатқан өмір шүкіршілік, бәрі аман есен, ешқандай қиыншылық жоқ. Әрбір қиыншылық ол артында жеңістік бар ғой. Қалай айтсам болады екен. Ондай қатты уайымдамайын да, егер бір нәрсе қиын болса, ата-анам бар көмектесетін, сөйлесе аласың. Және де өзің мен сөйлесем да, мысалға жеке ойым бар да, анда психологқа барғаннан керек емес. Өзім жеке ойым да. Психологқа қояр сұрағым жоқ, өйткені бәрі жақсы. Жақсы, рахмет. Байқағаныңыздай бәрі жоқ деп жауап береді. Нормально, жақсы деп өзін бір рамкаға салып қоюда. Ойыңды өзгертсең ғана өміріңді өзгерте аласың. Және сұрақ қойған кезде, запросты сұрағанда адамдар өз сұрағын дұрыс құра алмайды. Болашаққа деген запрос жоқ. Өзі не қалайтын білмейді. Сондықтан біз бір орында қалудамыз.